Бүгінгі біздің істейтін асымыз қайнатпа сорпа. Мынау мен қойдың сүйегінен істеп жатырмын. Бұл пайдалы сорпа деген. Мұсылман халқының ішетін сорпасы. Осындай сорпа әзірлейміз. Қазір осты қазанға отқа қоямын. Одан кейін қағанын көрсетем. Қазір осыны қойып, көбігін алам бір қайнағаннан кейін. Бағанағы сорпамызға қазан қайнады, көбігін алдым. Енді қосатын нәрселерін тураймын. Сәбіз, пияз. Полгорки болгарский бар екен менде. Простойда болгарский болар еді. Әрім қалағаны қосып. Чеснок. Помидор қосамыз. Қайнап атқан сорпамызға көбігін алғаннан кейін міне болгарский, помидор, чеснок, сәбіз бәрін саламыз. Өздеріңізге қалағанша тұз саласыздар. Менің етім көбігін алып, бағанағы тураған болгарский, помидор, чеснок, пияз бәрін салдым. Өздеріңізге қалағанша тұз саласыз. Мен етім тұзды, сол үшін тұз самадым бақа. Оған лавролиз қостым. Қайнатамда осы қайнаған картошка салам. Біздің мұсылманның, әрбір мұсылманның күшті тамағы қайнатпа сорпа содан болады. Міне қайнатпа сорпа осындай. Үстіп қайнатпа сорпамыз пісті міне. Міне қайнатпа сорпамыз. Енді осыған укроп саламыз. Ас болсын барлықтарыңызға. Керемет сорпа міне. Тамағандай керемет. Қандай тамаша. Керемет мынау еті қандай міне. Бұл керемет тамаша. Көрермендер, міне мынау менің қазір қолым үзіп отқаным. Міне баспенен мойын омыртқаны жалғап тұратын бас омыртқа деп айтылады. Әр жерде әртүрлі айтады. Бізде ата-анамыз, әкеміз осылай үйреткен. Бұны тек үйдің иесіне, үйдің қожайынына береді. Мысалы, бір қазан ет асылатын болса, осыны арнайы, менің алдымда тұрған ыдыс, осыған үйдің иесі, бас иесі деп алып кеп береді. Неліктен? Бұның сыры мынада. Бұл баспенен мойынды тік қат ұстап тұратын омыртқа. Сондықтан осы үйдің іргесі мықты болсын, осы үйдің шаңырағы кең болсын, осы үйде тек балашаға бақ дәулет болсын деген мақсатта осыны береді. Бұл және бұны көп жерде, мен өзім көп жерлерді араладым. Бұл бас омыртқа, мойын омыртқаның үстінде тұратын бас екеуін жалғап, бұны бесікке байлайды, ырымдап. Көп адамдар үйінің кіре берісіне іліп қояды, асықты жерде кәріжілікке қосып байлап. Сондықтан бұл бас омыртқаның тигізер пайдасы, мәні осыда. Малды бауыздаған кезде кейбір кісілер бұның астынан бауыздап жіберіп, бұны басқа кетіріп жібереді. Тура тамақтан бауыздап, мен пышақпен көрсетейін, дәл осы жерден бауыздап, бұны мойын омыртқаға қалдыру керек. Қойды да дұрыс бауыздаған дұрыс. Ал астарыңыз дәмді болсын, қазақ елі.